Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы жергілікті жансыздандыру. Сабағымызда қарастырылатын сұрақтар: жергілікті ауырсындырмаудың анықтамасы, жергілікті анестезияның жалпы анестезиядан айырмашылығы, жергілікті ауырсындырмаудың негізгі түрлері, оған кіретін беткейлік, инфильтрациялық өткізгіштік. Келесі: әр анестезия түрінің қолдану аймақтары мен ерекшеліктері. Беткейлік, инфильтрациялық өткізгіштікті тежеу, яғни регионарлық. Жергілікті ауырсындырмау, жансыздандыру, сезімсіздендіру. Операция жасалатын аумаққа жергілікті анестезиялық қасиеті бар дәрілерді егу арқылы ауырсынуды уақытша жою. Тек ауырсыну сезгіштігінің жоғалуы аналгезия, ал сезгіштіктің бар түрінің жоғалуы анестезия деп аталады. Жергілікті ауырсындырмау жасау үшін новокаин, совкаин, декаин және кокаин, лидокаин сияқты дәрілер қолданылады. Анестетиктердің ерітінділердің соматикалық және вегетативтік жүйкелер желісіне, жұлын, ми түктеріне, жүйке шоғырларына және жүйке жұрнағына инъекциялау, яғни блокада жасау арқылы жүйкенің сезімталдылығын тежеу деп аталады. Беткейлік анестезияда конъюнктиваны, серозды шырышты және синовиалды қабықтарды жансыздандыруда қолданылады. Көз конъюнктивасын жансыздандыру үшін оған пипеткамен новокаиннің 5-10% ерітіндісін тамызады. Жансыздандырудың ұзақтығы 20 минутқа дейін созылады. Келесі: ауыз, мұрын, кеңсірек, жыныс мүшелерінің шырышты қабықтарын жансыздандырғанда осы ерітінділерді тампоны көмегімен қолданады. Ерітінділер жоғарғы концентрациялы болса, оны байқап қолдану қажет. Мысалға, қуықтың шырышты қабатын жансыздандыру аяқталғаннан кейін қуықты босатып, оның орнына катетер арқылы 0,25% новокаин ерітінділерін толтырады. Буындардың синовиалды қабығын, сіңір қынабын және бурса қапшықтарын енемен тесіп, синовиалды сұйықтықты шығарып, оның орнына 4-6% новокаин ерітіндісін енгізіп жансыздандырады. Қуыстардың көлеміне қарай ерітінділерді 5 мл-ден 20 мл-ге дейін инъекциялайды, ал үлкен қуысты тізе бөлімінің сүйектері 50 мл-ге дейін енгізеді. Келесі: құрсақ қуысын енемен тесіп немесе лапаротомия кезінде ашылған қуысына анестетик құйып жансыздандырады. Әдетте ұсақ малдарға жансыздандырудың бұл түрін 2% новокаин ерітіндісін 20 мл артық емес мөлшерінде енгізеді. Тері беті сулы ерітінділерді сормайды, сондықтан оны суық, тез буланатын сұйықтықтармен мұздатумен жансыздандырады. Оған қолдануға этилхлорид ең тиімді болады. Ол дәнекерленген капиллярмен қамтамасыз етілген немесе ампула тесігі ерекше клапанмен жабылған арнайы ампулаларда шығарылады. Ампуланы алақанға алып, капиллярдың ұшын немесе клапанды ашып, тесікті терінің қылдық жамылғысынан ашылған жеріне бағыттайды. Қол жылулығынан ампуладағы сұйықтық қатты ағысымен лақтырылып, тері үстіне бытырап жайылады. Ампуладан теріге дейін аралық қашықтығы 50 см болуы тиіс. Нәтижесінде сұйықтық жылдам буланып, тері температурасы жедел төмендейді. Оның беті алдымен қызарады, кейіннен бозарады және сезгіштігін жоғалтады. Анестезияның әсер ұзақтығы 1-2 минутқа жетеді. Бұл уақытта тесу, кесу, абсцестенген жараны тілуге, кіші ісікті және тағыда басқа әдетте ауырсындыратын немесе диагностикалық зерттеулерді өткізуге болады. Толық мұздандыруға ерітіндінің 10-30 минут қажет. Инфильтрациялық анестезияда бұл әдісте тәсілде, яғни 0,25-0,15% ерітінді, ал ірі қарамалдарға 1% новокаин ерітінділері қолданады. Оларды қабаттап ұзын жіңішке инелермен инъекциялайды. Инені алдымен тері қалыңдығына, сыртқы бетіне параллель қадап, үлкен емес
қампию пайда болғанша 2-3 мл дейін енгізеді. Инені бері қарай тартып жылжытып, қажетті ұзындықты инфильтрациялық домбышақ пайда болғанға дейін инъекцияны жалғастырады. Содан кейін ине ұшын тері астына орналастырып, ерітіндіні қайта инъекциялайды. Бұл сызықты инфильтрациялық анестезия деп атаймыз. Қалың және дөрекі теріге инфильтрацияны тері астылық дәнекер ұлпаларынан бастайды. Бұл жағдайда терінің сезгіштігі кейінірек басталады. Сонымен қатар ерітіндіні тілік сызығының қарама-қарсы жағына да енгізуге болады. Сыртқы қабаттарын тілгеннен кейін ине мен пышақты кезек пайдалана отырып, терең жатқан ұлпалардың инфильтрациялық анестезиясын жалғастырады. Кен учаскелерге циркулярлық инфильтрацияны қолданады. Ерітінді бір-біріне қарама-қарсы жатқан инфильтрациялық белгіленген нүктеден енгізеді. Инфильтрациялық анестезияны сынықтарды орнына келтіргенде қолданады. Ол үшін сынықтың орнына ұсақ малға 10 мл, ірі қара малға 20-50 мл 2% новокаин ерітіндісін енгізеді. Бұлшық еттер босаңсып, сынған сүйектердің репозициясы жеңіл немесе ауырсынбай жасалады. Вишневскийдің жергілікті жылжымалы инфильтрациялық анестезиясында әдетте дәнекер ұлпалардың кеңістіктері арасынан қобдышықтарда орналасқан, яғни тамыр жүйке байламдары өтеді. Қысымен енгізілген ерітінділер еркімен жылжып, тарап бос кеңістіктерді толтырып, жүйкелерді өз ішіне батырып, оларды новокаин ваннасында жатқандай жағдайда келтіреді. Осы тәсілде инъекцияны теріде немесе тері шелінен бастап, одан кейін жаныстандырады. Орынның жобасын белгілеп, сол кеңістіктерге анестетикті енгізеді. Жаныстандыру жіті басталады. Инъекция үшін рентген сұйықтығына дайындалған 0,25% новокаин ерітіндісін, яғни мына рецептормен жасалып қолданылады. Натрий хлориді, калий хлориді, кальций хлориді, новокаин, яғни аква, дистиллятор, адреналин, сондай сияқты ерітінділерді пайдаланады. Ірі малдарға 500 мың мл-ге дейін инъекциялайды, бірақ оның бірталайы тілгенде төгіліп тампонмен кетіріледі. Новокаиннің концентрациясы төмен болғандықтан интоксикациялау болуы мүмкін емес. Өткізгіштік, яғни регионалдық анестезияда анестетик жүйе маңына немесе жүйке шығатын жерге енгізіледі. Жүйке жолының орналасуын сүйек, бұлшықет, шұңқыр сияқты анатомиялық межелерімен анықтайды. Шеткері және орталық өткізгіштік анестезия түрлері бар. Олардың, яғни енгізілетін орнына байланысты атаулары бар. Паравертебральдық омыртқа аралық шыққан жүйке, парасакралдық құйымшақ тесіктеріндегі жүйке, паралюмбалдық белдеме жүйкелері, интеркостальдық қабырға аралық жүйкелері. Жүйке жанында жақсы таралу үшін ерітінді концентрация жоғары 2-3% болу қажет. Ірі қара малға 5-20 мл, яғни енгізіледі. Инені тамырға түсірмеу үшін аспирация жасалады. Эпидуральдық анестезияда анестетик омыртқа каналындағы қатты қабық пен сүйек арасындағы эпидуральдық кеңістікке енгізіледі. Ветеринарияда көбінесе осы түрлері қолданылады. Келесі сакралдық анестезия ең жеңіл әрі кең таралған әдіс. Көрсетілімдер артқы аяққа, құйрық, тікшек, шап, қынап, сыртқы жыныс мүшелеріне жасалатын операциялар. Төменгі артқы сакралдыққа, яғни құйрық, анус, тікшек, вульва, қынап, шап, жамбас аймақтары жаныстанады. Жоғарғы алдыңғы сакралдыққа жаныстандыру құйымшақтан асып, құйрыққа, кейде кеуде мен аяқтарға дейін жетеді. Аяқтар сал болады, операцияны мал жатқызып жасалынады.
назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.